Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Видео басталмай тұрып, каналға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Ертедегі грекше психологияны аударғанда ақыл, ой және жан. Оқыту тәсілі. Іс әрекеттің жеке бөлігі. Келесі. Психиканың туа біткен қасиеттеріне не жатады? Түрткілер. Келесі сұрақ. Психиканың онтогенетикалық даму ерекшелігін зерттейтін психология. Жас ерекшелік психологиясы. Дидактиканың категориялары. Білім берудің мазмұны, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптерін, әдістері, оқытуды ұйымдастырудың формалары. Жүріс-тұрысына бағыттылығының негізгі қорытындысы мақсатпен. Келесі. Қай жылы экспериментальды лаборатория дүниеге ең алғаш өз жұмысын бастады? 1879 жылы. Идеалистік философия дегеніміз не? Абсолюттік жан, елдік ерік. Зейіннің интенсивті, ұзақ физиологиялық негізі бас ми қыртысындағы оптимальды қозу. Хабарды еске түсірудің жеңілдігі, басқалардың арасынан хабар элементін тану. Тәрбие құралы. Іс әрекеттің түрлері, көрнекі құралдар, коммуникация құралдары. Келесі. Дидактиканың негізін салушы Каменский. Келесі. Адам қабілеттерінің жоғары деңгейде дамуы барлық іс-әрекет жетістіктеріне жеткізеді. Яғни талант. Интуитивті ойлау дегеніміз не? Жылдамдық, бағыт беру, эвристикалық кезең. Мақсатқа жетуге бағытталған процесс, ол іс әрекет. Келесі. Ұзақ мерзімді ес, шексіз ұзақтықта тәжірибесі бар. Зат пен әрекеттің жалпы және бар белгісінің ойша бірігуі, ол синтез. Қабылдау объектісіндегі және оның қасиеттерін бейнелеу адекватты емес, бұл иллюзия. Қандай есте анализатор рецепторлары болады? Сенсорлы. Келесі. Психологиялық әрекет тәсілінің санаға қатысы. Жоғу.
Жаңадан қосылған сұрақ екен. Көру, есту, тағы басқа кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін зерттейтін педагогиканың саласы арнайы педагогика. Жеке тұлғаның өзін өзі бағалауы статисті. Келесі сұрақ. Ойлаудың жоғарғы формасы теориялық. Педагогикалық процесте оқушылардың дәлелді талап тілектері мен мұқтаждықтарын имандылық, демократиялық принциптер негізінде тәрбиелеу қай заңдылық. Тәрбие процесінің қорытынды нәтижесі бүгінгі өмір талабына сай болуы. Дидактика ұғымын алғаш ғылымға енгізген Раке. Социометриялық әдіс ұжымдағы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас деңгейін анықтау. Ішкі іс-әрекеттер қорытындылары материал азығына айналу процесі. Экстериоризация. Қоршаған ортадағы адамдардың пікіріне сәйкес келу үшін адамның тенденциясы басқа адамдардың әсерінен өзін-өзі алып жүруін өзгертеді. Конформизмдік. Көпшіліктерде сары қызғылт түстер жылулықты түйсінеді, көк суықтықты түйсінеді. Бұл синестезия. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер.